қазақта сөз бар ғой, жігіттің тағымен таласына бағамен таласпа деп. Мүмкін қарапайым жүрген спортшы депутат болып кеткені мүмкін біреуге жаңағы ауыр тиген шығар, мысалы біреулерге деген сияқты. Мүмкін менің жаңағы қазаққа айтып отқан тәрбием, қазақтың жігіттерін қайрап отқаным: жігіттер, ішпеңдер, шекпеңдер, азамат болыңдар, жаманшылыққа бармаңдар, елдеріңді сүйіңдер, иманды болыңдар, білімді болыңдар, мына қазақты сақтайтын қазақтың жігіттері деп айтып жүрген сөздерім бәлкім біреуге ұнамайтын шығар. Ал қазаққа қазақтың мәңгүрт болғаны, қырылысқаны, әлеуметтік желіде бір-бірін жегідей жегені, көшеде жастардың төбелескені, пьянщик болғаны, кальянщик болғаны, алқаш болғаны, наркоман болғаны, түрмеге түскені керек шығар. Одан кейін кейде мысалы айтады, өтірікші деп жатыр, мысалы өтірік айтады, бәленше түгенше деген сияқты. Қисынды келтіріп алып, Мұхаммед пайғамбарымыз пайғамбар болып келген кезде, ең үлкен ақиқатпен келген кезде, ол кісінің де сиқыршы деді, өтірікші деді. Сондықтан ол қоғамда әрбір ер азаматқа таңылатын бұл сөз деп ойлаймын. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.